Баршаңызға сәлем қыздар. Біз сіздермен бүгін осындай әдемі палау әзірлейтін боламыз. Көпшіліктеріңіз менде инстаграмда стористен осы именно палауды көп сұрадыңыздар. Сіздің палауыңыз осындай шашырап әдемі болып піседі, қалайша деп, және де түсі де қызыл болып түседі. Ешқандай бояу тағы да қоспалар қоспаймыз. Дәл осы рецептіні арнайы сұраған қыздар үшін осылай түсірдім, және де асықпай барлығын толыққанды көрсетіп жасап шықтым. Сіздерге рецепті ұнайды деп ойлаймын, және де өздеріңіз білетіндей осы YouTube каналымдағы менің басқа да видеоларыма лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің қолдап кетсеңіздер екен деймін. Ең бірінші бізде палау деген кезде әртүрлі елестеуі мүмкін. Мысалыға бізде басқа ұлттарда бұл палауды бір дәнектер қосып, неше түрлі әдемі бояулар қызарту үшін қосып жатады. Ол палаудың өзінің сондай ерекшелігі бар, оның дәміне сөз жоқ. Ал біздің бүгінгі әзірлейтін палауымыз бұл ешқандай артық қоспасыз, тек қана сәбіз, пияздың көмегімен ғана жасайтын палау. Яғни ақшылдау палауды, ешқандай бір басқа дәмі жоқ, дәнегі жоқ палауды жақсы көретін адамдар болады ғой. Міне дәл сондай кісілерге арналған. Маған жасалу үшін ешқандай көп заттың қажеті жоқ. Бізге пияз, сәбіз және ең бастысы етіміз болса болғаны, осы заттармен ғана палауымызды жасайтын боламыз. Және күрішке келетін болсақ, күріш бізде элита күріші. Өздеріңіз барынша сапасы жоғары күрішті алсаңыздар болғаны. Мінеки өздеріңіз көріп тұрғандай қазанымыздан осылай шашырап, ешқандай жабыспай пісетін болады, және түсі де қоңырқай болып шығатын болады. Қараңыздаршы, ешқандай бізде қалай деп айтады, шәуле деп айтамыз ғой, палауымыз ешқандай шәулеге ұқсамайды, кәдімгідей шашырап төгіліп тұр. Дәл осылай жасайтын боламыз. Енді біз ең алдымен етімізді турап аламыз. Сиыр еті, қой еті, оны қандай ет қосам десеңіздер де, ол өз қалауларыңызда. Мен бұл жерде сиыр етін пайдаланып жатырмын. Және де бір айта кететін нәрсе қыздар, егер де сіздерге еттің төсі болса, яғни қойдың төсі деген сияқты төс еттер болатын болса, онда сіздердің палауларыңыз өте майлы, сондай әдемі болып шығатын болады. Сондықтан осыны міндетті түрде ескеріп кетсеңіздер болады. Егер үйлеріңізде сондай болса, еттерден именно мысалға төс етті басқа тамақтарға онша кете бермейді. Сондықтан осы палауға қоссаңыздар өте керемет болады. Осылай барлығын төрт бұрышты етіп турап аламыз. Турап жақсылап болған соң міндетті түрде жуып қойыңыздар. 2-3 қайтара жуып қойсаңыздар болады. Және бізге жаңа айтқанымдай сәбіз және пияз қажет болады. 3 бас пияз, 5-6 сәбізді, орташа сәбізді осылай соломка етіп турадым. Сәбіздерді, пиязды кәдімгі обычно кез келген тамаққа қалай турайсыздар, солай турай берсеңіздер болады.
видеода именно менің тураған жерім көрсетілмей қалыпты. Сондықтан өздеріңіз палауға қалай турап жүрсіздер, дәл солай турай берсеңіздер болады. Енді қазанымызды отқа қойып, майымызды құйып, тамағымызды бастаймыз. Және ең бірінші ескере кететін нәрсе, ол майды құйған кезде майды аяп, аз құюға болмайды. Палауға майды міндетті түрде жақсы құю керек. Мысалға, егерде қанша күріш деп айтайын, мысалға 1 килограммнан көп күріш жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде жарты литрдей май құятын боласыздар. Мінекей, мен қазір майымды құйып қойдым. Майларыңыз аз болса, сіздерде сулы болып қалады. Мінекей, ең бірінші біз пиязымызды салатын боламыз. Мінекей, пиязымды турап алдым барлығын жақсылап. Енді пиязымызды қуырған кезде қасында қарап тұрып, ешқайда кетіп қалмай, қып-қызыл болып, барлығы қызарғанша тек пияздың құр өзін ғана қуырып алатын боламыз. Басқа жаққа кетіп қалып, пиязыңыз күйіп кетпеу керек. Тек қана қып-қызыл әдемі түске енген кезде ғана уже ары қарай етімізді салып жұмыс істеуіміз қажет болады. Сондықтан күйдіріп алмаңыздар. Күйдіріп алсаңыздар, сіздердің палауларыңыз қап-қара болып қалатын болады. Мінекей, қараңыздар, алтын түстес осындай болып қызарды. Мінекей, енді осы кезде барып біз жаңа жуып тазалап қойған етімізді салып қуыра берсек болады. Еттеріңізді бірінші салып қуырып жібермеңіздер. Міндетті түрде осылай екінші пиязымызды қуырып болғаннан кейін барып етімізді саламыз. Еттеріңізді жақсылап жуып алып барып салыңыздар міндетті түрде. Мен 2 қайтара жуып алдым етімді. Мінекей, енді салып жақсылап қызарғанша қуыратын боламыз. Жақсылап мінекей қуырылды. Бізде енді сәбізімізді салатын боламыз. Сәбізімізді осылай соломка етіп тураймыз. Жаңа айтқанымда, енді жақсылап араластырып тұрып, біздің сәбізіміз де қуырылып кеткенше осы отымызды орташа отқа қойып, жақсылап тұрып қуырамыз. Бізде сәбізіміз толықтай қуырылуы қажет болады. Енді бізге осы кезде, біздің сәбізіміз қуырылып жатқан кезде, бізге күрішті дайындап қою қажет болады. Мінекей, күрішті қарасаңыздар, мен кесемен өлшеп салып жатырмын. 2 кесе күріш салдым қазір уже. Бұл осы өлшемге байланысты суды құясыздар. Мінекей, толтыр осы кесені бетпе-бет қылып 3 кесе күріш салдым. Енді сіздерге күріштеріңізді жақсылап алдымен жуып алу қажет болады. Ыстық сумен жуып алыңыздар. Міндетті түрде біздегі күрішіміз таза болуы қажет. Сондықтан осылай ыстық суды құйып, жақсылап бір жуып алыңыздар. Сонан соң барып, мінекей, қасықпен араластырып жібереміз. Өйткені ыстық су болғаннан кейін кішкене бір-біріне жабысуы мүмкін. Осылай бір жуып тазалап аламыз. Енді осы суын төгіп тастаймыз. Төгіп тастап барып, қайтадан ыстық суымызды құятын боламыз. Сондықтан мұздай сумен жуып қоймаңыздар. Кейбір адамдар бірден су құйып та сала береді. Олай жасауға болмайды. Міндетті түрде күрішті бірінші тазалап жуып алу қажет. Мінекей, мен суын төгіп алып келдім. Енді екінші рет осы ыстық суымды құйдым. Су кәдімгідей ыстық болуы қажет. Мінекей, тағы да араластырып, дәл осы қалпында
10 минутқа қойып қоямыз. Бізде күрішімізді біз қолымызбен сындырған кезде оңай сынып тұруы қажет. Мінекей бізде сәбізіміз толықтай қуырылды. Мінекей енді бізге суымызды құя беруімізге болады. Жаңа біз күрішімізді өлшеп алдық, кәдімгі үлкендеу кесемен мен 3 кесе салдым. Дәл сол кесемен енді мен суын құятын боламын. Осыны мән беріңіздер. Сіздердің суларыңыз күріштеріңізден тым қатты көп болып кетпеу керек. Мінекей 1 кесе құйдым. Тағы да 2-ші кесе суымды құйдым. Мінекей. Ешқандай да видеоны үзбей түсірдім бұл видеоны. 3-ші кесені құйдым. Мінекей енді тағы да толтырмай жарты кесе құйдым. Яғни 3 кесе күріштің өзіне және жарты кесені қайнаған кезде бізде ұшып кететін болғаннан кейін осылай 3,5 кесе су құйдым. Мінекей қараңыздар, күрішіміз біздің жібіді басқан кезде сынып тұр. Мінекей дәл осылай көресіздер күріштеріңізді. Мінекей көрдіңіздер ме? Бізде уже күрішіміз дайын болып тұр деген сөз. Енді суын төгіп қоямыз. Қатты біздің күрішіміз бұлжап кетпеу керек, сондықтан суын төгіп қоямыз. Ал мұнда бізде уже қайнап біздің қазанымыз, етіміз уже пісіп қалды. Осы кезде тұзын көріңіздер. Тұзын дәміне қарай тұзын салсаңыздар болады. Енді мінекей мен кішкене тұз салдым дәміне қарай. Өйткені білесеңіздер, күріштің кішкене артықтау қосамыз, себебі күріш салғаннан кейін бізде дәмі кетіп қалуы мүмкін. Оның үстіне қазіргі тұздар шығымы өте аз болады. Мінекей пісіп қойды. Енді біз күрішімізді салатын боламыз. Күрішіміздің суын ағызып алдық қой жаңа. Енді күрішімізді саламыз. Қараңыздар, сіздер мән беретін нәрсе, бұл жерде күрішті салған кезде бізде кішкене жаңа жарты кесеміз уже ұшып кетті. Яғни бізде осы жерде ровно 3 кесе күрішпен 3 кесе бізде су тұр. Енді оның үстіне майы бар. Енді осыны кішкене қақпағын ашып, осылай бір бұрқылдатып, бір қайнатып аламыз. Көп ұстауға да болмайды, бетін ашып қойып. Тек қана кішкене бізде күрішіміз судың бетіне шығу қажет болады. Соған дейін ғана ұстайтын боламыз. Ары кетсе 5 минуттың ішінде уже бізде күріштеріміз бетіне шығып қояды. Осылай бетін ашып 5 минуттай қайнатып аламыз. Егерде сіздерде су көп болса, міндетті түрде сіздердің күріштеріңіз бір-біріне жабысып шәуле болып қалады. Сондықтан жаңа айтқанымдай өлшеп құйыңыздар. Яғни 1 кесеге 1 кесе күріш деген сияқты солай өлшейсіздер. Ал сіздер қайнатқан кездегі ұшып кететін суды да есептеп ауаға солай жарты кесе артық құясыздар. Сіздер оны үлкен кесемен есептеулеріңіз мүмкін, болмаса кішкене кесемен есептеулеріңіз мүмкін. Ол өздеріңізге байланысты. Мінекей бізде қарасаңыздар, қазір уже бұрқылдап қайнап күріштеріміз жайлап бетіне көтеріліп жатыр. Бұны жаңа айтқанымды ұзақ, 5 минуттан асырып ұстауға болмайды. Кішкене ғана, тек 5 минутқа жетер-жетпес осылай қайнатқан кезде уже бетіне шығып қояды. Содан соң барып бұны уже араластырып бетін жауып тастауымыз қажет болады. Не үшін араластырамыз? Себебі бізде көбінесе араластырмаған жағдайда астында біздің еттеріміздің барлығы астына қалып, қатып қалады, күріштің астына. Сол үшін міндетті түрде араластырғанымыз дұрыс. Кейбір кісілер араластырмайды жасап жатады. Олай да болады, бірақ өздеріңіздің ол басқандарыңызға байланысты. Мінекей көрсеңіздер, уже менде күрішім дайын болды деген сөз. Осылай бір-бір қозғап, астын үстіне қарай кішкене аударып жіберіп, біздің жаңа айтқанымдай сәбіздерімізге кішкене араластырып жіберуіміз қажет. Мінекей осылай араластырдым. Қарасаңыздар, суы тым қатты көп емес бұл жерде. Бетін жауып қойдық. Мінекей енді дәл осылай 15-20 минуттай осылай оттан бетін ашпай қоямыз. Мінекей енді осы кезде бар бір ашып, жан жағын
бізге қазанымызға жабысып қалмас үшін жан жағын ортасына қарай кішкене жинаңқыраймыз. Себебі қазанның шеттеріне қарай жабысып, біздің күрішіміздің барлығы қазанда қалып қою мүмкін. Сондықтан барлығын ортасына қарай жинастырыңыздар. Сіздерге бұл жерде де суы көптеу көрінуі мүмкін, бірақ суы көп емес. Өйткені бізде басында айтқанымдай майын біз буылдау құйдық. Мінекей осылай кекпірдің көмегіменен бетін тегістеп, қарасаңыздар тек жан жағы ғана қайнап жатыр. Осылай бетін қайтадан жауып қойып, толықтай піскенше осылай бетін ашпай, отымызды тым қатты төмен қылмай, кішкене ғана шығарып қоятын боламыз. Тым қатты төмен болса да бізде дұрыс піспей қалады. Не тым қатты отта тастауға болмайды. Ол кезде астының барлығы жабысып қалады. Мінекей, енді біз қақпағымызды ашып көрейік. Бізде уже күрішіміз дайын болып қалды. Мінекей, қараңыздар, мінекей қандай әдемі. Міне, ешқандай жабысқан жоқ, сулы болған жоқ. Бізде күрішіміз бір келкі болып шашырап пісіп тұр. Мінекей, уже бізде пісіп қойды. Осы жерде ешқандай артық су да жоқ. Барлығы да нормамен болды. Дәл осылай жасасаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей, сіздерге жаңа айтқанымдай, күріштің түсі ешқандай аппақ болып қалған жоқ. Мінекей, қоңырлау түске енді, және де шашырап пісті. Дәл осылай мен көрсеткендей жасасаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын. Міндетті түрде, егер менің видеом сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетсеңіздер болады.